Күнделіктен жалпы сыныптың табелін алып, 130 бұйрыққа сәйкес реттеу үшін алдымен біз PDF форматтағы оқушылардың жалпы табелін көшіріп алуымыз керек. Ол үшін күнделікке кіргенде, яғни есептер және оқушылар деген таңдағаннан кейін сыныпты таңдайсыздар. Мысалға 8-д сынып деп таңдасам, осы жерде біз табелді жалпы сыныптың табелдері дегенді басалу керекпіз. Одан кейін басып шығару. Бізде бұл қазір жалпы бір оқушыдан емес, әр оқушыға емес, жалпы сыныптың оқушыларына табел жүктеледі. Осы жүктелген табелді біз, бұл әрине Word емес, PDF форматта беріледі. Сол PDF форматты біз Wordқа айландыруымыз керек. Қазір бұл құрылып жатыр табел. Мұны бізде жалпы сыныптың оқушыларына табелдер құрылды. Бір ғана оқушы емес, яғни бірнеше оқушыға арналған табел құрылды. Бұны біз скачать етіп аламыз. Мына жерде жүктеу деген батырмасы. Астына қарап тұрған стрелка рабочий столға шатасып қалмасы үшін мысалға табел дей салайық. Табел деп сохранить етіп аламыз. Енді Google-ға біз мынау PDF to Word конвертер, осылай жазсаңыздар, немесе PDF to Word десеңіздерде сіздерге конвертер программаны тауып береді. Мысалы онлайн, мынау жақсы екен. Осы неге кіреміз? Мынау көрсетіліп тұрғандай I love PDF. Осыған кіргеннен кейін мына жерде файлды таңда дейді. Осы жерге жаңа PDF-дағы файлымызды жүктеп алған таңдаймыз. Үстінен бассаңыздар, ол сіздерді нұсқайды, сіздің құжатыңыз қай жерде. Бізде рабочий столдың бетінде. Аны біз табел деп сақтаған болатынбыз. Табел деп сақтадық. Открыть дейміз. Оны ашады. Енді мына жақта преобразовать, енді Wordқа айландыру керек. Осы кнопканы бассақ, батырманы. Оны бізде енді скачать, яғни жүктеу. Бізге Word түрінде табел жүктелді. Біз оны ашсақ, яғни мына Word түріндегі табеліміз ашылды. Енді осыны редактировать етуге болады. Шет тілін алып тастау деген сияқты.